Ал енді бүгін Баянауыл ауданы өзіміздің ел Жұматжанин қазақтың тұңғыш режиссері шыққан ауылда 2020 жылдың қараша айында елім дегендер деген өзіміздің жобамыз бойынша ауыл азаматтарының сұхбат алуға өз ағамыз Баянауыл ауданы демей қояйын, облысқа, республикаға танымал азаматтың бірі Бақытжан Серіге келіп сұхбат алып жатқан жайымыз бар. Сұхбатты жүргізуші ауылымыздың имамы Ақмешіттің Рүстем Қажы Әбдиев және мен Аман, осы ауылдың азаматымыз. Бізді Бақытжан Сері ағамызға келіп отырмыз. Жігіттігін айт нұр тасысын дейді. Бір мақтанып, ауыз толтырып, аға деп айтуға болатындай азаматтың бірінен сұхбат алғанымызға өз басымыз қуаныштымыз. Бұл да жоба. Тағы да қайталап өтейін, Мұрабек ағамыз келіп бірге бастаған бастамайды. Мұрабек ағамыз жұмыс жағдайы бойынша келіп қалу керек, келеді басқа сұхбаттарда. Бірақ өз ағаларымызбен сөйлесуге бізге де рұқсат беріңіздер. Бұл ешқандай коммерциялық, не болмаса материалдық қаржыландыру жоқ жоба. Бұл тек қана біздің елдің азаматтарын көрсету және бір-бірімізді мақтамайық дейді ғой, бір-бірімізбен мақтанайық деп осындай азаматтар барымызға. Міне өздеріңіз де көріп отқандай қаншама дүние бар осы жерде. Бұл баққа елде болмауы да мүмкін, болмайды да. Біздің тек бір Жұматжанин төңірегінде дәл қазір Бақытжан ағамыздың шаңырағында осы заттардың бәрі болуы, баққа жерде болмауы да мүмкін. Ал енді Бақытжан аға, таныстырып өтсе, міне Бақытжан ағамыз, бұл Рүстем Қажы өзіміздің ағаларымыз. Бақытжан аға, сөзге де өзіңізде, сіз бұл өзіңіз таныстырып өтсеңіз алдын ала. Бірінші сұрағым сол болсын, өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Ассалаумағалейкум. Өз басым Жүніс Бақытжан Екенұлы. 1975 жылы туған. Отбасым бар. 2 бала тәрбиелеп отырмын. Өмірбаян бойынша ауылда осы ұлттық спорт, қолөнер жөнінде жұмыс істейміз. Бар. Таныстыру жөнінде осы. Бақытжан аға, рахмет, сөзді қысқа сөйлейтініңізді білеміз. Камераға да сөйлеу бізге ыңғайсыздау болуы мүмкін, бірақ біздер жаңағы жоба бастағаннан кейін өзімізді елде таныстыратын азамат деп өзіңізге де келіп отырмыз. Біз бірінші қоятын сұрағымыз да жаңағы сұрақта емес, бұл сіздермен еркін түрде сөйлесейік деп айтамыз. Ешқандай қысылмайық, біз де журналист емеспіз, сіздер де. Бірақ бұл жерде айтылатын нәрсе, бұл өнерге сіз қалай келдіңіз? Жалпы айтқан кезде бұл жерде қызығушылық қайдан пайда болды? Ұлттық спорт, жаңағы ұлттық насихаттау, ұлттық құндылықтарды бәрін дәріптеу. Оған қайдан келді сізге? Қайдан? Әкеңізден барды ма бұл? Бұл енді өзіміз бала кезімде спортқа бейімдеу болдық. Одан кейін жабағы, бала кезімде жабағы мінеміз, атқа құмарлық пайда болды. Содан кейін әр нәрсе өзінің ретімен ғой. Одан кейін атқа құмарлықтан кейін ат әбзелдерін жасау. Енді бәрі қаражатқа тіреледі. Біз оны алып, магазиннен, дүкеннен алу деген жоқ. Сосын ат әбзелдерімен құштарлығым оянып, ат әбзелдерінен көңіл бөліп, ат әбзелдерімен қолөнермен айналысып кеттім жас кезімнен. Содан ұлттық спорттың бір түрінен қалған жоқпыз. Ат үстінде теңге алу, аударыспақ, бәйге, ат жарысын бәрінен қалмаймыз. Соның бәрінен жүріп, одан кейін қызығушылығымыз
Attыны жаттықтыру жөнінде жүрген кезде құмай тазыны ертіп алу керек болды бізге. Бәрі енді әдейі істемейсің, өзі ретімен келтіреді. Аттың жанына сәні келсін, қазақтың ұлттық дәстүрі ғой деп құмай тазымызды ертіп алдық. Одан ой туындап отырып, қазақтың ұлттық құсбегілікті алып қолға. Одан ұлым көмекші болды қазір шәкіртім болып. Одан ұлымнан бөлек шәкірттерім бар. Сондықтан оның бәрі өзі ретімен адам енді ер жігітке құштарлық одан ояна береді екен. Осының бәрін уақыт, алтын уақытымызды бөлеміз енді, уақыт тауып. Сол қысқасы. Рахмет. Бұл жерде енді еркін түрде әңгімелесеміз дедік, өзіңдердің талай кете сүрген. Талай жерде бірге жүрдік, осы ауылдың қандай болсын, қоғамдық шаралары болса да бірге жүріп, бірге арттарында еріп жүргеннен кейін бізге де ыңғайлы болып тұр да сіздермен сөйлесу. Шыны керек, ешқай жерде қысылмай ойымызды айтамыз. Бұл жерде енді сіздің айтып отқан жаңағы өзіңіз отбасылық жағдайыңызға тоқталып өтсеңіз, әкеңізден кейін де осыны жалғастырып алып келе жатырмыз дейсіз ғой. Жаңағы айтуыңыз бойынша да, өзіміздің көруіміз бойынша да. Ұлттық спорт дейміз, ұлттық құндылық дейміз. Одан басқа мен өзі бірінші, жаңа сізбен де сұхбат алып келдік қараға. Өзі жігітті жігіт деп айтып, ортасын деп жаңа айтып өткендей, өзіңіздің біз бала кезімізден қайсымыз болсын, сіздер болсын, біз болсын, азаматтығымызды көріп өстік. Бұл тек қана Юрный Жұматжанның ауылында ғана емес, бұл Баян ауыл көлемі бойынша қазір қай ауылға барсаң да, тіпті облыстан шығып кетіп, Бақытжанды білеміз деп айтады. Егер Юрныйданмын деп айтсам, егер Жұматжан деп қазір айтып қолданып жүрміз ғой енді, Жұмат атамыздың атымен. Бірақ Юрныйданмын десем, кім танитын дегені Бақытжан танимыз дейді. Танымалдықта, танымал болуыңызға да осы өнер сізді әкелді ғой, танымалдықта. Әрине, басқа ештеңе жоқ. Танымалсыз, расымен де танымал болуыңыз көз тимесін деп айтамыз. Жаңағы жерде сізге тағы да бір тоқталып кететін, біздің ауыл, Баян ауыл деген көлемде айтпай қояйық тіпті. Ат тревел деген, ат үсті мәдениеті деп айтамыз ғой жаңағы. Көп жерге шығып келдіңіз, тек қана Баян ауылдан басқа қайда барып келдіңіз осы өнердің арқасында, спорттың арқасында? Бұл жерде бір айта кетерім, ат тревел деген біздің тобымыз бар, әлі қарым-қатынастамыз ол кісілермен. Бұл кісілер бүкіл Қазақстан бойынша шетелге қазақтың ұлттық ат жөнінде жүріп, бүкіл Қазақстан бойынша жүріп, соны дәлелдеп жатыр. Шетелде енді велосипедпен, мотоциклмен жүріп жатқандар бар екен. Біз неге қазақтың атымен өзі дамытпаймыз деп, сонымен Баянауыл ауданы бойынша, мені облыс бойынша мені жіберді. Осыдан 7 жыл болды мен осы клубта жүргенде. Бүкіл Қазақстанның жерін атпен жүріп дәлелдеп келген біздің басшымыз бар, Берік деген ағамыз. Сонымен міне қарым-қатынастамыз. Биыл енді мынау кішкене карантиннің салдарымен біз бара алмай қалдық бір-екі жерге. Қорғалысында болдыңыз, Болдық. Қорғалысында болдыңыз. Қатон-Қарағайға бара алмай қалдым биыл. Осы жыл ма? Қалған жердің бәрінде болдық. Ел көріп, жер көрген бір жақсы нәрсе ғой бұл жерде. Қазақтың енді көлік жүрмейтін, көлік жететін жерге ат та жетеді. Көп кешікпейді. Қазақтың сол батырларын атпен жүріп кезінде дәлелдеген ғой, соның бәрін оғымды қазақтар қазір енді зерттеп жатыр қазір. Сол жөнінде. Ол кісілермен де қарым-қатынастамыз қазір. Жақсы, ойдағыдай бәрі ол кісілер. Мына жерде енді жан-жағымызда өзі бір өзінде енді кейбіретін үй ғой, бірақ сонда да мынандай нәрсе қаптап тұрған кезде өзі жан-жағымызда сөзде табылмай қалар екенсіз негізінен. Сөздің шыны керек.
Ана альбомда көргенім сол, альбоммен біраз қарайық. Қараға. Өзіңізде сұрақ қойып отырам десеңіз қойып отырыңыз. Альбомның Сыртындағы. қолында шебер болғаннан кейін өзім сыртын өзім істеймін. Міне альбомды көріп отырсыздар ғой. Ол тек қана альбомға тоқталып отырмыз қазір. Бұнда тек қана ұлттық спорт және өзіңіздің фотоларыңыз ғой. Осылай жинақтап жүрген. Қараға ойда болатын нәрсе екен, негізінен осындай бір альбомға Жас кезінде теңге аламыз. Теңге алып жатқан Теңге алуым. Енді бұл жерде енді біз сізді бұл жерде мешіттің ашылу салтанатында өткен. қай жыл мешіт ашылып еді бағана біз? 2007 жылғы бір фото, міне 2007 жылда теңге алу. Бақытжан ағамыз. Бақытжан ағамыздың қазір қырлары көп қой, жігітке жет өнерде аз деп атып. Әрқайсысына жеке тоқталып өтерміз деп ойлаймын сұхбат барысында. Ал енді ат спортына, спорт деп те қарамайық. Ат деген өзі қазақтың бірге біткен. Кім айтқан ғой, Мұхтар Мағауин жазған ғой. Жаңағы біз атқа мінген кезде қалғандар жаяу жүрген деп. Біз шалбар киген кезде қазақтар айтып отыр ғой. Біз шалбар киген кезде қалғандар жалаңбұт жүрді деді ме? Сондай сөздері бар еді. Ат пен қазақ деген бір сөз ғой. Енді ат баптау өнеріне. Біз білетін Ақбақай бар, оның алда бір көк атыңыз болды, өзім көрген. Ат баптау өнерінде енді көп еңбек талап етеді. Енді бір қысқаша бір мен айтып өтейін үлгені. Бесіктегі баланы аналарымыз тәрбиелеген сияқты ғой, бұл ат деген бір ғой тілсіз жануар ғой. Соны тілін тауып бабына келтіру деген ол оңай нәрсе емес. Ат баптау деген ол төзімділік керек. Үлкен аналарымыз айтатын кішкентай баланы қалай бесікте баланы ұйқысын төрт бөліп тәрбиелеген сияқты ғой, ат баптау деген екінің қолын келмейді. Оңай нәрсе емес. Ат төзімділік керек, шыдамдылық керек. Оған тілсіз жануарға тілін табу керек қой. Жанына бейім болу керек ол жануарға. Оқтан оңай нәрсе емес. Дегенмен де қазақтың қазақ болғаннан атымызды баптап ат қоспайсақ несіне қазақпыз деп өзіміздің ермегіміз ата бабамыздан келе жатқан. Оқтан жақсы көремін, өз басым ат баптап, атқа мініп, серуендеп жүрген бір жақсы бір өзім жақсы сезінемін ат баптағанды. Сіз жаңағы өзіңіз жұмыс жасайсыз жаңағы мемлекетте жұмыстарда да. Бірақ өзіңізге ұнайтын нәрсемен айналысасыз, Бұл көп адамның, көп жігіттің қолында болмай жатқан нәрсе қазір. Өзінің ұнайтын нәрсемен айналысып. Сіз өзіңіз құштарлықпен айналысасыз да, сол сіздің қолыңыздан келіп тұр қазір, Енді бір атап өтетін атыңыз бар ма? Сол қанша ат ұстадыңыз осы жас кезіңізде? Бір тұлпар, бір сәйгүлік деп атап өтетін аттарыңыз бар ма? Қазір ауыл біледі бәрі. Бізде қазірге былай болды ғой, Бақытжан ат алып келді деген кезде бізде мақтанып отырдық қой бала кезімізден бастап. Елдігімізді көтерді. Елдігімізді көтеріп Бақытжан аты келді деген аттан келді бәйгеледі. Өзіміз болмасақ та. Атап өтетін бір. Атап өтетін енді біздің бала кезімізден бір. Қазір бар ма мүмкін бір баптап отқан атыңыз? Қазір бар аттарым бар. Құдайға шүкір аттарымыз бар. Бірақ та өзім бала кезімде бір әкемнің 60-қа толғанына қарындасы бір ат сыйлаған, сол атты жүгіртіп Көгершін деген ат. Білмейміз де сол атпен біз баламыз содан жаратқым келді, содан құштарлығым оянып. Мен дәл сол ипподром шауып барды сол қазақ. Содан кейін Ақбақай деген ат алдым, Қостанай, таза Қостанай. Сол атпен Қазақстанның бірсыпыра жеріне бардым, облыстарға. Содан бері міне ат баптаулық, одан сайын құштарлық ояна берді. Қазір міне асыл тұқымды жылқылармен айналысам қазір. Жақсы, тәуба.
Рахмет. Жанагы енді аттан өттік, жеті қазына деп жатыр ғой аттың да сол бір несі ғой. Мен осы үйге осы шаңыраққа келгеннен бері жеті қазынаның бәрін көріп тұрмын. Жанагы қасындағы жолдасы дейді жанагы әйелі. Жеті қазынаға не жатады бізде? Ат, ит, жанагы мылтық бар, кездік, пышақ, қанжар жанагы пышақ бар. Бәрі осы үйде. Бәрі өз басымызда. Расымен де солай ғой. Мен өз басымда ғой. Енді өзі әр адамның өз несі, мен өзіме керек нәрсені қолдан істеймін. Қолөнер мен істеген жақсы көремін. Ат әбзелдерін істеймін. Өзім жүйрік аттарыма лайықты. Құсыма, ит, құмайларыма да бәрін қар болуларын бәрін өзім жасап. Томаға деп аталады ғой мысалы. Мынау иә бүркіттің томағасы. Мынау жаңағы мына осы құстардың томағасы мына. Жаңағы кішірек төбе қаршығаға сұңқарға. Енді аттан кейін тоқталып өттік енді құмайтазын жаңағы бір көрсетерміз тағы да. Құс баптау өнер жаңағы. Құс деп айтуда енді қазаққа мен де сізге келгенге дайындалдым. Қыран баптау деп айтайық иә. Құс деп бәрі құс. Бірақ былай айтып қойған қыран ғой ол да бір. Жігіттің қыраны деп жаңағы не қалай еді туымызда мемлекеттік туымызда қыран тұрады. Жаңағы қыранды да ұстауға да қыран сияқты жігіттер керек шығар мысалға өз ойым. Әркімнің қолынан келе бермейді ғой жаңағы ат ұстау сияқты. Оған қашан келдіңіз жаңағы ат баптаумен бастадыңыз жаңағы ит ертіп үрдім дедіңіз. Иә. Ал қай жылдары мына бүркіт ұстауға жаңағы бүркіт дегенде сұңқар қаршыға ұстайсыз ғой өзіңіз. Соған қай жылдары келдіңіз? Қашаннан бастап? Неге ол сізге соны ұстауға бір құштарлық пайда болды не болмаса, не итермеледі соны? Осы сұрақтар енді. Осы сұрақтың жауабын білмеймін енді өзіме мынау енді жеті қазына деп жеті қазына жүргеннен кейін атпен бәрі серілік жасаймын. Құмай тазымды ертіп жүргеннен кейін бар ғой осындай енді бүркітке өз басым бүркітке көңіл бөлмедім енді. Мен өзім осы жеңіл құс дейді ғой мына сұңқар тектес қаршыға осы құстарға құштарлығым болып қолым екенбіз. Міне 4-5 жылдан бері. Одан да көп, 5-6 жыл болды ғой. Одан бері міне жарыстарға барып келеміз. Салбұрын, Құсбегі жарыстарына да қатыстық. Қарағанды облысына. Енді бұл жерде енді айтарым. Енді құштарлық шығар енді басқа енді білмеймін енді. Өзіме осы қаласыз ғой. ләззат алып өзім ұстап атым келгеннен кейін тәрбиелеп, уақытымды бөліп, осындай нетіп бір жақсы демалыс болады ғой осылармен отыра көңіл бөлем, уақытымды бөлем осылармен. Жақсы демалыс. Енді оны жөнді бәрін түгел деп айта алмаймын енді осы. Өзі әдейі істей алмайсың ғой бұны бәрін. Мен солай істейін деп. Өзі ретімен келтіреді. Мысалы ат құмарлығым бала кезімнен құмар болдым. Ат әбзелдерім істегім келді. Сосын бірыңғай өрем. Содан қолөнерге пайда болып кеттім өзімнен. Ал былай енді мен атқа құмар болмасам қолөнер болмауы мүмкін. Қолөнерден кейін атпен бірге шығып жүргеннен ат жаттықтыруға шығамыз, ат баптауға. Құмай тазымды ерткім келді қасында 7 қазынамды. Одан құмай тазыға құштарлығым оянды. Одан осы құсымды ертіп алайыншы, аңға шығайыншы деп. Сол мына ұлттық дәстүрімізді жоғалтпайық деген кейінгі ұрпаққа сондай ойда бар бір жағынан. Өз басымыз. Бұл да 7 қазына ғой міне. Солай емес солай екен. Иә, берген мылтық деген. Оны енді қайда қолданасыз? Әдемілік үшін ғой, иә бұл. Қысқаша айтқанда мына енді көрмесі істелген нәрселер бұл. Нақты кездіктеріміз, нақты қаруымыз.
Расында я бұл барда бар жер бар ya өзімді таң қалып отырмын кәдімгі. Мына өзім істеймін қолында. Енді не ғой, жаңағы ұлттық спорттан тек қана ат спортында тең келесіз, көкпар ойнайсыз. Және де бір мақтанып айтуға да болады, бір-бірін мақтанып, бір-бірін мақтанайық дейді ғой қазақ. Не? Рас қой, барлық спортта бар сол. Көкпарды ойнайсыз, е? Қазақ ойнайды ғой, қарап отырсаңыз. Көкпарды ойнайсыз, тең келесіз, тағы да қыз қууға да қатысасыз. Баян ауылдан намысын жыртып жүрсіз ғой барлық. Қыз қууға жас кезімде қатыстық. Қазір не жасаймыз? Сонда жас кезімде ойнамыз. Жігітовка дейді ғой, ат үстінде ойын көрсету. Ойын көрсету болады қазір, е? Шауып бара жатқан атта мініп түсіп. Оны да көрдік, е. Талай жерде танымал болып жүрсің сонымен де. Тәуірікте кетіп баратты. Бақытжан ағамыз осы жылы, осы ноябрь айында ма қай айда? 29 октябрьда. 29 қазан күні 45-ке келіп отырсыз. Тағы да бір 45 жасаңыз, содан кейін енді өзіңіз білесіздер. Рахмет. Рас артыңыздан бауырлар еріп келе жатыр жігіттер. 45-ке келген ағамыз біздің ауылда әлі күнге дейін танымал қылдырып, ат салысып жүр. Менде де бір бұйымтайым. Мұндай бір тағы бір бұйымтайлар болған міне. Осыдан бір жылы бізде көне жәдігер деген көрме өтті. Бұнға ұлттық бағамыздың шоу өтегін апардық міне. Бұл учук қой енді, өтек қой енді. Ертедегі үзеңгі бау, ертедегі аттарды кісендеп қоятын кісендер болды, бәрін көне жәдігер дейді. Соңында жинаймыз бір шеті. Музейға жүрген. Қолдармен айналысып жүрген жоқсыз, біз білеміз. Сізге ауылға Южныйға келсек, енді Южный деп айта берейік енді бұрынғыда, е. Матчайдың ауылына келсек, бар мақтанарымыз да Бақытжан, алып беретін адамымыз да Бақытжан. Ол міндетті түрде жаңағы шабандоздар емес жаңағы. Сырттан бір тілші, журналист келсе де Бақытжан алып береді жігіттер. Расымен де солай ғой. Ол атқа құмар болмай ақ қойсын. Өзіміз де көрдік, кезінде бір заттарды беріп жүрдіңіздер музейге, е. Өзіңді осылай. Сонда тек қана қол өнермен айналыспайсыз сіз. Тағы бір қырыңызды айтайық. Бұрынғы жәдігерлерді жинап жүресіз ғой, аннан-мұннан түскен. Осылардың бәрі жәдігер деп тұрсыз ғой, бағана бір көрсеттім. Мына жерде көрсетіп жатсыз. Сонда қажаға бұл өнері ме сіздің ойыңызша? Сізді де тартып отырған. Бұл қызығушылық па жаңағы Бақытжан ағаның? Бұл мүмкін немен қалған шығар. Қазақта қанда қалған нәрсе ме екен? Бұл көп адам бойынан кездеспейді ғой жаңағы. Өзіңіз қалай ойлайсыз қажаға? Біз де неге, мысалға, біз неге айналыспадық осы? Неге бір адамдар айналысады? Неге біз айналыспадық? Сіз мысалы қарлығыңызбен, діни жолыңызбен сіз де елді көрсетіп жүрсіз. Бірақ бір адамға бұлар бұйырған, бір адамға бұйырмаған. Бұл да бір мінез сияқты ғой. Неге бәрі бірдей айналыспайды? Неге Бақытжан ағамыз айналыса мүмкін осыған? Қазір шала серілер көп болып кетті, қотан серілер. Енді жалпыға сәлем дейік. Ассалаумағалейкум. Енді өз басым бұл сөзіңізге айтайын. Енді бір елде танымал азамат болу керек. Бәріміз де жаңа айтып отырмыз. Мақтанбай, бірақ барымызбен, біліктілігімізбен, жаңағы осындай іске асыратын дүниемізбен мақтануымыз керек. Ал енді мына Бақытжан енді өзі айтады ғой 5 жас құрдас, 10 жас құрамдас деп. Бала күнімізден өстік, бұл кісінің 3-4 жас үлкендігі бар. Біз енді ептеп-септек, бізді айтып отырмыз. Біз енді кішкене сәйгүлік ұстап, құмайтаз ұстамасақ, сәйгүлікмен құмайтаз ұстамасақ та, бұл енді заманда сақты болып жүрді. Бірақ өзі ақыласымыз, амандығымыз дұрыс. Енді осы уақытқа дейін былай айтқанда ағамыз болып келеді, бірақ мақтанатын жақтары көп былайша айтқанда міне. Жақсын жақсылығын айт дейді. Енді жаңа бағанада өзіңізде бір сөзіңіз айтып жатсыз ғой. Дала бөлек, төбе бөлек деп. Оның астында көп мағына бар. Дала деген ол жапан дала. Далаға шығасыңыз қар. Олжас Сүлейменов сөзін айтып. Олжас Сүлейменов сөзі. Ал төбе деген, ол төбе, мінсең жан-жағыңды көресің. Иә, тау бар. Етегіне барсаң ықтайсың. Сондықтан төбе деген ол пана деген сөз. Бір-бірімізге қамқор бола білу керек деген. Сондықтан да мына жерде жастарға бәріне пана болып білгенін білдіріп үйретіп отқан. Айтады ғой, әлгі кітап сарқылмас қазына, білгеніңді артында шәкіртіңе қалдыр деп.
Енді міне көне жәдігер. Қараңыз. Міне мына шоқ өтекке қарап балалық шағым есіне түсіп отыр. Енді осыны ұлы әжелеріміз үйде болды, ұлы әжемізді бәріміз де көрдік. Осының ішіне шоқ салып, енді үлкен әлі қарты бар үйдің қазынасы бар дейді. Үлкен үйлерге барсаңыз, нелер бар? Құс төсек бар. Үлкен. Кәдімгідей тура қазір әлгі мат деп жүрміз ғой, күрестердің астына салатын. Содан да қалың құс төсектер бар. Құстың жүнінен істелген жастықтар төбеге жетеді. Қалаулы тұрған. Қарасаңыз, құстың жүнінен істелген көрпелер бар. Кәрәмет. Енді соның бәрінде кезінде болса құсты жаңағы әлгі қазға өсірді, ұстады. Сонда осы шоқ өтек дейді, сол кезде қолданатын есімізде. Енді одан кейін міне көне жәдігер, оны қарап отырмыз. Енді міне ал енді Бақытжанның мына ұлттық өнерлеріне келетін болсақ, міне қол шеберлігі Алланың берген өзінің ынтасы ғой. Алла күш қуат берсін. Міне өзіміздің қазақтың ертұрманы қазақ. Міне үзеңгісі де қолдан. Бұл қол өнерлік. Міне жүген, міне құйысқан, өмілдірік, міне қамшы мысалы. Бүлдіргөз қамшының ұстайтын бүлдіргісіне дейін жаңағы өрілген. Енді мен бұл жерде Бақытжан өзіңізге риза болатыным. Енді рас әлгі мына заманға қаратай енді сізді үлкен ұстап отырсыз. Сіздің де бас балаларыңыз, жеткіншектеріңіз әлі мектепке барсын және келеді. Өзіңіз енді отбасын құрған. Шаруашылығыңыз бар. Науқан дейміз енді, шөбіміз дейміз енді, егін салмасақ та, шаруашылығыңыз, малыңыз бар ұстау. Оның үстінен енді өзіңіз де орман шаруашылығында жұмыс істейсіз, қызмет. Енді қарап отырсаңыз міне алғыс хаттарыңызға да қарап көңіліміз солып отыр. Енді Алланың да мынасындай марапатына жетіңіз жақсылығында. Міне. Енді міне осының бәрі қол өнеріңіздің бәріне қарап біз тәнтіміз. Біз көңіліміз толып, бізде осындай азаматтар бар, міне осындай биімдер. Енді осының бәрінен міне кезіктеріңіз, қынасында тұрған қанжа пышақтарыңыз, осының бәріне қарап отырмыз, бүкіл қолдан істелген. Табақтарыңызға дейін бәрі. Енді соның бәріне үлгерім екінің бірін қолынан келмейді. Ол жасыратын жоқ. Бір қораға таңертең келгеннен кешке дейін жүретін кез болып болды. Ал енді осының бәрінде ол да жігерлік, ол да ширақтық, ол да ар жақтан міне ықылас. Өйткені ол әлгі ол міне ат тұяғы дейді, ал үстінен түссін дейді ғой, асығын дейді. Міне ол тай тұяқ. Қарасаңыз, осының бәрі міне қолдан істеген ғой жолы. Міне асығымыз, мысалы, алшына сүміз, әлгі Аман бауырының қаламы ұшқыр болса басшылардың есінде тұр. Әне қараңыз, бәрі жоқ. Осының бәрі енді міне қарасаңыз, міне енді мына жерде қарап отырсаңыз, аман бол. Сондай істеген өзі болсын. Бұл енді үлгерім. Оның өзі ар жағында бұл өнер өзі алдында, жігерлік. Сосын төзімділікпен адамға деген өзінің тұла біткен қасиет болу керек сондай. Міне қарасаңыз, енді мүмкін арғы бабалар механизатор болған шығар, діндар болған шығар, басқадайды. Енді міне қарап отырсаңыз, Аллаға шүкір бауырымыз да міне сізге қарап, ертең әкемдей болсам дейді. Міне жаңа айтып отырсыз, осы облыс көлемінде, осы елімізден өзің бір танымал азаматтың бірісің. Республикаға деген шығып. Атың шығып. Сәлем айт деп кейде киліккенде бір жерде бір таныс жігіттерге. Өз төбең көкке жетеді. Міне сондықтан да міне риза боласыз. Сондықтан да өнерің өрлей берсін. Алла тек осындай ұлттық құндылықтарымызды жоғалтпайтындай сендерде азаматтар бола берсін. Сондықтан да ел аман, жұрт тыныш болсын. Мына енді кездесу сұхбат дейміз ғой, емін еркін отырып өзіміз елмен бір-бірімізбен міне мәжбүр қазақи өзіміз немізде бәрінде рахмет, енді Алла разы болсын. Ал енді мына жердегі қарасаңыздар, мынау кезінде өзімізде Павлодар қаласында жүріп жатқан кезде Бақытжан көрмеге келді деген кезде Бақытжан Баянауыл ауданы деп бір келеді, Баянауыл ұлттық паркі деп бір телевизорға алып кетіп жатырмыз, көрмеден де былай түспенді. Сол кезде өзіміз келетінбіз ауылдың біраз жігіттері. Міне қарап отырсаңыздар, міне қазіргі облыстағы танымал ұлттық спорт десе осы фотолар білесіздер, мына жақта да бар міне. Осы фотолар ғой Бақытжан. Осы облыс әкімі болған кезде де мына фото міне. Енді соңғы бір қарасақ рухани жаңғыруда да Бақытжан осы құс ұстап тұрған фотосы ма? Тағы бір шаңырақта түстіңіз ғой. Қазір таппай тұрып, сол фотоның әлі осында ғой. Қандай осы бір фотоларын болса құс көтеріп отқан. Қазір облыс
bir нәрсе мәдениет шараларын бастайтын болса, осы бақытжанның фотосын алып қолданады екен. Расымен де. Бұл да бір үлкен жетістік. Жетістік. Оған құстау өнері жаңағы ұлттық спортты жігіттің де түрі де керек қой, әдемілік те керек, еркектік те мінез Енді өзі айтпай ма? Әлгі астындағы атын қарады, үстіндегі кісісін қарады. Мысалы қарап отырсаңыз. Бана жалғыз ол әлгі қол өнері өз алдында. Ат баптау оңай емес. Оның уақытысы жем сұлысын беріп тұру. Оның уақытысында суару, уақытында аяндатып, терісін алу. Енді мына құсты да баптау оңай емес. Кейде бір қолда 10 тауықтың кейде жем салынбай қалады. Оның үстіне міне жаңағы итіңіз бар. Басқа да шаруасы. Соның бәрін айтып отырмын ғой. Ар жағында өзінің ықыласы, таланты, сосын жігерлігі. Енді қазағы бағанада сұрақ қойды ұмытып кеттім, айтуын айтып едім. Бақытжан аға сізге де. Осы сұхбаттар жалғасып жатыр ғой. Мынау міне мен Баянауыл жасөспірімдер спорт мектебінің ұжымының атынан өзім Павлодардағы ертіс променадта алып тұрғаным ғой. Баянауылда жасөспірімдер мектебінің ат спортынан ұстаз болып жұмыс істеймін ғой. Сонда барғанда оқиғалар. Міне бір Павлодар қаласындағы ертіс променад ұмытпасам, сахна болды ғой, сол жер ғой. Мен түсірмедім ба? Мен түсірсем барған кезде. Осы телевизор алғаным емес па бір барғанда? Мындай бүйім өндірілеріміз. Жаңағы сіз тіпті бізбен емес, облыстық телеарналарда келіп тұрып кетер ғой сізді. Мына жерде міне жас кезімізде қол өнері деп тұр ғой, өнер. Мына жерде не бар? Көкжолға шылбыр салған жігіт жас кезімізде. Бұл сұраққа да келейін ба, келмейін ба деп ойланғам енді жаңағы. Ал енді мына боғай кім аман болдым. Қажеке, қажы, сіздерден бір бұйымтайым. Мен мына қол өнер, мына көне жәдігер дейміз. Осының бәрі бар ғой міне, мен өзім жинаған көнеге жетем, мынаның бәрі міне. Мен жас кезімнен боғай 15-16 жасымнан бастап боғай ат спортында бұрынғы жетістіктерім бәрі. Мынаның бәрі. Содан берге жиналған. Бұрынға марапаттау. Бұл жерге бұрынғылары бар да. Жас кезімде спорттан. Жас сол қай Қараға, сіздің де міне Бақытжан ағамызға бауыр ретінде жаңағы қолдаймын деп өзіңізді сұхбат алуға келіп отқаныңызға өзім өте көңілім толып отыр. Жаңағы сол енді өзіңізде жаңағы мен білмейтін нәрселер бар шығар мына жерде. Расымен де білмейді екенмін. Сіз өзіңіз сұхбаттаса беріңіз Бақытжан ағамызбен жаңағы бұл жүген қайдан келді деген, жүгені қалай жасалады, бұның түрлері. Расымен де тіпті мен білмей отқан кезде кейін жаса тіпті де білмейтін де шығар. Бізде қызығушылық болмады ма? Енді қызыға бастаймыз ба бұл осыны көргенде? Ертоқымның түрлері, жаңағы бишіктің түрлері деген. Ал енді әйтеуір әңгіменің әңгіме басталып отыр. Кейде мысалы бәріміз енді бала ұстап отырмыз, біз енді білгенімізді айтып отырамыз. Біз енді әлгі атымыз кейбіреулер қазір бәбеске дегенді, итшана, атшана дегендеріңді, жаңағы арыс дегендеріңді, божы дегендеріңді бәрі қалып барады ғой. Өйткені немене? Мотоциклдің свеші, нешінші размер, цебі, қырқаяғы соны жаттап барады. Бірақ біз әлі бұрынғы ұлттық құндылықтарымызды жоғалтпауымыз керек. Мысалы мынау жарықтық жылқы, міне мысалы мынау жүген деді. Мынау енді мысалы ауыздық. Осыны үйретуіміз керек. Мына жерде де суылдық деген болады. Әлгі асау малдарға жаңағындай тез алып тез салуға малдарға суарғанда бәрін алатындай. Енді міне мысалы танауық дейді, маңдайша дейді мысалы, жеркелік дейді. Енді мына міне сақалдық дейді. Енді осы кейбір балаларымыз бар. Мына дізгінмен шылбырдай қалды. Соның бәрін. Осының бәрін үйретуіміз керек. Ал енді мысалы міне дізгін ішке кеткен кезде мына шылбыр сыртында байланады. Бұны әлгі кейбіреулері қыспатып күрмек дейді. Тиек күрмек деп атады. Соның бәрін әдемілеп салады. Енді оны атқа мінген ағаларымыз біледі. Мысалы қарап отырсаңыз. Енді ол жүген. Ол сөйлейді. Мынаны дізгін. Кейбіреулер үрел дейді. Бірақ ол не біледі? Біздің осыны ұмытып тұрмауымыз керек. Енді қарап отырсаңыз міне қарап отыр. Міне құйысқандары. Мына Бақытжан. Өзіңіз айтқандай міне. Шылбырыңыз мынаны саласыз. Міне мысалы айтыңыз қай жерден саласыз. Мынау мысалы міне дізгін кетті ме?
міне мына Асты. міне тиек шылбыр дейді, тиек шылбырды міне астынан. Сонда мынау міне биткенде өзі әдемі көрікті. Көрдіңіз бе? Міне және онынан. Өзі сәнімен. Енді міне мына мысалы шылбыр бұл және белбеуге ілініп тұрады. Белбеуге мынау. Ат сүріп кеткен жағдайда, түсіп кеткен жағдайда мынау ұстап қалуыңызға, және өзіңізге. Аны бұны кейбіреу белбеуге байлап қояды. Оның бәрін осына түсіндіріп, ұрпаққа санасын сіңдіре беруіміз керек. Бұның бәрін қалай болады? Енді мұны құйысқан. Міне қол өнерлікпен істеген ғой, міне. Осы құйысқандар міне мынаны Құйысқан деген аттың құйрығынан кеп тұратын, не? Құйысқан деп айтама? Аттың құйрығынан. Тартып тұрады. Аттың мына ертоқымды мына екі қасына өзі іліп қояды. Мына өрден төмен түскенде бәрінде ертоқ малға кетіп қалмайды. Өмілдік деген болады. Кеудесіне. Енді міне қарасаңыз, осының бәрі бұрынғылар айтатында үзеңгі аяғың жетпесе тарауға салма деп. Мына кейбір балалар мынаған салатын. Бала күнімізде. Ат сүрініп кеткенде мынада қалып қойса, Алла сақтасын, құлақ басаң, енді міне қараңыз. Мына үзеңгі. Енді мынаны міне енді Бақытжан ағамызда мына үзеңгі бау айтып отырды ғой, мысалы тарауғы дейді. Үзеңгі. Енді өз жерде құлақ бау кетеді. Мысалы терлік дейді, қас, оның бәрін ауыстырып болады. Ер тоқым. Ер деген бұл ер азаматтың тақымы. Тақымынан шыққан нәрсе тақымын толған ер тоқым дейді. Көрдіңіз бе? Толды, болды. Міне қарасаңыз, қазақтың осындай сөздерін үйретпей ұмыттырмауымыз керек. Мысалы, доғаны ұмытып барамыз. Ершікті ұмытып барамыз. Жаңа божы, ол жүргізетіні жанады отырып. Жаңағындай. Енді шлия дейді. Өрден төмен жаңағы қабыт басынан шығып кетпес үшін нетіп отырады. Сондайлардың бәрі бар, соның бәрінде шіркін. Бақытжан аға, ақырында. Ал енді осындай ағаларымыз осының бәрін дәріптеп, айтып, нетіп береді. Енді жаңа өзіңіз айтып отырсыз, сол басқа жақтарда мұндай ұлттар жоқ шығар деп. Міне көрдіңіз ба? Ол міне барлықпен бізде білініп тұрмыз қазір. Көрдіңіз ғой? Міне тәубе, Аллаға шүкір, осының бәрі. Мынаның бүкілі міне осыдан оянады адам, қызығушылық. Атқа қалай міну, бисмиллясын айтып міну. Мысалы, асау үйреткенде де болады. Шақша міне. Насыбай салатын, шақша ғой, Міне жоқ, енді міне қарап отырсаңыз. Бұнда өзін істеп отырсыз ғой жаңағы мүйізді, не? Міне қамшыға. Қамшы. Бұны дайын тұр. Қамшының сабы. Қамшының сабы. Өзің қол өнерлері, енді ана кезік дейді. Қанша? Мынау жаңағыдай жүгенгенмен дайын тұр. Міне дайын тұрған нәрсе. Ауыздығын саламыз, дайындаймыз. Кеңістерін салып дайындаймыз. Әлгі біреуден бүлінгеннен бүлдіргі алма дейді ғой. Бүлдіргі. Қалады. Мысалы қамшының сабы қысқа самдай ғұмыр деп айтады. Мынаны қолға тағатында бүлдіргісі дейді ғой. Бүлдіргісі. Міне көрдіңіз бе, сонда үлкендердің бәрі осының бәрін айтып кеткен ғой. Көрдіңіз бе? Енді Бақытжан ағамыздан асып кете алмаймыз, енді асау үйретудің өзінің жолы бар. Баққа аудандар келіп атады, қолөнерлерін әкеп атады, орыстанып кеткен аудандар бар. Бірақ баян ауылда Бақытжан келдіп, сол күндері Инстаграм деген жаңағы қазіргі әлеуметтік желілердің бәрінде Бақытжанмен түскен фотоларын салып жататын көрдік. Ол да мәртебе. Ол да біз үшін мәртебе, ел үшін. Енді міне қазір 45-те деп отырсыз, осыдан 2 жыл бұрын әлгі атқа міну мәдениеті өнерінде көрсеттіңіз. Қысты күні мысалы қалың киімде шауып бара жатқан аттың оң жақ, сол жағына міну, ода екінің бірінің қолынан келмейді. Дұрыс айтасыз. Ал енді аяғын үзеңге салып, кейбіреулер бар бете алмайтын. Ертең мауыт қып кетіп жатады. Мысалы, төс айылмен шап айылдай алмайтындар бар. Бір күні маған белбеуін татып беріші деген біреуден естігеннен намыс алып кеттім. Белбеу деп сөйлейді дейсіз айылда. Айыл деген жоқ, белбеуін татып беріші дейді. Міне соның бәрін осыны дәріптей беруіміз керек. Көрдіңіз бе? Жастарға үйрете беруіміз керек. Мен айтып жатырмын, өйткені әлгі заманға қарап көсілмеу керек. Әлгі Мөңкебейде бар ғой, жарықтың бір белгісінде биесін сатып атқылар дейді. Мен түсінбейтінмін, сөйтсем бір биеге бір мотоцикл алып жатырмыз. А мотоцикл дей салып да ұртып жатыр, бірақ шапшаң болғанымен енді сол керек, бірақ ат деген енді мен өзім Құдай қаласа міне. Енді құмайта ұстайым, қыран ұстайым деп айтпаймын, бірақ бізде міне 40-тан астық бір атты мініп, ағаларымызбен бірге қосылып төбеге шығып, сай бұрын жасамасақ та төбеге бар шабытымыз оянып,
болашақта ақырында бір үлкендерге міне ой толғау деген төбеге атпен шыққан кезде сен бір адамда бір делебе қозып өзі бір өлең айтып сөйтетін біз бала күнімізде тәппақ береді мектепте. Жабағын тауға кетесің, сол тәппақты жаттап алып жүресің. Сықылдатып бересің. Сол сияқты ал енді далаға шыққанда шабытын қозып, сонда мына әлгі тасын бастан тарих сөйлейді деген содан қалған екен ғой. Көрдіңіз бе? Біз өйткені соның бәрін қазір дәріптеп үйрете беруіміз керек. Енді бүгінгі өзі кәдімгі арқамыз киініп тамаша отырмыз. Сізге шәдірағыңызға рахмет. Біз үшін бұл да бір уақыт. Өркендей беріңіз, өсе беріңіз. Біздің тілек осы. Олжас Сүлейменовтің сөзі бар екен, Баян ауылынан шыққан ғой. Білесіздер иә, Азия кітабының авторы Олжас Сүлейменов. Қазіргі Баян ауданы Мұса Мырза мешітінің артында Олжас Сүлейменовтің мынандай сөзі бар екен жаңағы. Тауларды даланы асқақтатамыз деп, тауларды ала тартып алмайық деген. Құдайға шүкір. Бағында жанып, өзінің азаматтығымен елге деген абыройымен барлық жерде көрініп жүрсін. Бірақ сонда да өз ауылымыздың ішіне біз де көрсетейік. Сіздерде азаматтар барын. Біз өздерінде азаматтар барына біз қуанамыз. Менің ауызбен айтылып отқан сөз кейінгі жастардың ойы деп өзіңді ойла. Әрқашан шығармашылық, бұның бәрі шығармашылық қой негізінен. Өзіңді айтып отырсың ғой жаңағы құштарлықтан, осыдан ләззат аламын, осымен айналысқанда жақсы бір ойланамын деген сияқты. Бұның бәрі өнер. Сөзіңіз аузы, бізде де бір пікірлер болады. Және басқа ауылдың енді жігіттер айтып отырды ғой, мысалы басқа ауылдың осындай өз-өздерін мақтап өркендеп, бізде көреалмаушылық деген көп болып тұр бізде. Бізде осыны демеушілік болмайды, көмектеспейді. Және өздеріңізге көптен көп рахмет, мысалы қарасаң. Бізде біреудің сүрінгенін ғана айтамыз да, жақсылығын айтқымыз келмейді. Өздеріңіз болмасаңыз да бізде ешкімді болған міне. Ауылымызды көркейтіп, осылай жақсы нәрселерді айтып отқан ешкім жоқ. Сондықтан бұл жерде қазіргі бір сананы жасыру керек, жамандығын. Жасыру керек, жақсылық айтамыз. Сіздер өздеріңіз көріп отқанда шығарсыздар, бұл жерде өзі. Мен келгенде таң қалдым. Бұл үйде келіп жүрген үйіміз ғой, талай келіп жүрдік. Бірақ осындай бір-екеуін көреміз. Бірақ дәл осылай музей ғой, жаңағы мұражай ғой бұл жер. Келіп көріңіздер бәріңізді. Жаңағы сол кезде сіздің ойыңыз толық атшар. Неге біз еліміздің азаматын көтермеске? 45-ке келген Бақытжан 20-ға келген жігіттің тірлігін жасап жүр осы ауылдағы. Елім, жерім деп. Ал енді бұл жерде Бақытжан ағамның тағы бір қырын, енді жігітке ет өнері дейді. 8 қырлы бір сырлы дейді ғой, қазақта сөз бар сондай. Бақытжан ағамның тағы бір қыры, Көкжалға шылбыр салған жігіт деген кезінде Баяндау аудандық газетінде жазылған екен. Бұл жерден бір үзінді оқып берейін. Бақытжан Масығапұлы деген ағамыздың жазған, журналист ағамыздың жазған. Осы арада олардың көзі шалып қалған Бақытжанның мал шағасы Әуелбаев Серік ағамыз, Ерлан ағамыздың әкесі. Атына мініп бұларға қарсы шабады. Сол кезде әбден сілікпесі шығып шашаған, барар жері басар тауы қалмаған Көкжал. Басқайла қалмағандықтан соңғы күшін жиып алып, атқа тарпа бас салады. Өзіне төнген қауіпті аңғарған Байталда кілт тоқтай қалып, аспанға шапшып, алдыңғы қос аяғымен тарпи бергенде, ат үстіндегі Бақытжанда бөріні ұрымтал жерден қамшымен ұрып үлгереді. Қасқырдың ең осал жері. Тұмсығына бағытталған қамшының ұшы оның маңдайына тиіп, оң қабағын жарып, бір көзін ағып жібереді. Дереу аттан қарғып түскен Бақытжан қатты соққыдан есеңгіреген қасқырдың есін жиғызбай, оның үстіне қарғып мініп, құлағына жармасады. Әлуетті қолы бір ұстағанысын босатсың ба? Қолындағы аттың шылбырымен қасқырды ауыздықтап, тұзақтап, байлап алады. Есеңгіреген қасқырды Бақытжан тірідей атқа өңгеріп, ауылға алып келеді. Қазір бұл әңгіме Жұматжайының ауылында аңыз болып таралып кетті деп Бақытжан Масығапұлы деген ағамыз жазған екен.
Сонда Бақытжан аға бұл сөзді өзімізде естігенбіз бұны. Қалай аңыз болып та қалды расымен де. Қасқырды өз қолыңызбен ұстадыңыз ғой, иә? Сол туралы айтып өтіңіз. Бөрі қазақта бір Бауыржан Момышұлы айтқан ғой. Чарльз Дарвин маймылдан тараса, мен бөріден тарағанмын деп. Сонда бөрінді шылбыр салып бұғалықтап отырсыз ғой өзіңіз. Бұл ер жүректік па? Әлде жаңағы алған тәрбиеден шығып тұрма, не болмаса бұл бір қанда бар қасиет па сол? Қасқырға да қорып. Қасқыр түгіл иттен қорқады қазіргі жігіттер. Қалай болды сол жағдай? Айтып өтсеңіз. Енді қасқыр, енді қасқыр деп айта алмаймыз біз енді. Бөрі дейміз енді, тістаңар дейміз. Жаман ауыз дейміз сол, жаман ауыздың. Жүрді енді ерлік деп те айтпаймын енді өзіміздің серілікпен жүргеннен кейін ақсақалдарымыздың осындай аңға шығып келейік деген ұсыныспен шыққан бойымыз жас кезіміз ол кезде қылшылдаған жас кезіміз. Енді бұйырғаннан бұйырады, бұйырмағаннан алдынан қасады дейді. Бұйырмайтын. Сондықтан бұйырып тұрған нәрсені енді ол бәлен түген деп айтпаймын ба? Ерлік деп те айтпаймын енді бұйырған нәрсе, бұйырып тұрғасын осылай. Өз басын жас кезімде енді. Қазір айтсам рас. Қай жастасыз сол кезде? Былай, не алған кезде, болжап алған кезде қазіргі. Примерно дейді ғой енді, примерно. Қазір 45-тесіз ол кезде? 19-20 жасым. 19-20-да қолмен тірідей қасқыр алып тұрсыз. 2 рет тірідей алдым. 2 рет алдыңыз ба? Біреуін құмай тазылармен алдым, жүгірдім. Біреуін осы өз басым. Сосын, тағы себеп болды ғой. Содан осыдан бөріні алғаннан кейін жаңа төбет дейтін болды. Сол мен алғаннан кейін тоқтатқаннан кейін барып. Ойнақ па? Ойнақ деген төбет дейтін. Мен алғаннан кейін барып ол тоқтатқаннан кейін сосын менің құштарлығым пайда болды. Құмай тазы асырайшы деп. Сол құмай тазыны асырадым да нағашыларынан алып. Соның екінші жылы құмай тазыны төбет итпен бірге өсіріп, сол кезде екінші қасқырды тоқтатып алдық. Сонда тазының, құмай тазының қасиетін айтайын деген ғой. Есі келгенше бөріні тоқтатып тұрды ғой. Құмай тазы. Ал ана төбет иттер ол мен тоқтатқаннан кейін барып тұрды. Айырмашылығын айтып тұрсыз. Айырмашылығы құмай тазының, жеті қазайды құмай тазының айырмашылығы. Барып, мен жете алмай айтқан жерге барып, ертерек барып тоқтатып тұрған мен. Ал төбет? Төбет ит мен тоқтатып барып, болғаннан кейін барып, одан кейін келіп бағой көмектесіп отыр. Сол айырмашылығы дейсіз ғой. Енді ол төбет иттің айырмашылығы мал қоруға ғой кезінде айтады ғой, мал қорушы. Малдың жаны жүреді де малға тиіспеу үшін ғой. Бұл жүгірмейді ал құмай тазылар жылдамдықпен, шапшаңдықпен соның серіне көмектеседі. Бұл жерде сол жылдары көп болып кетті мына жұтқыштар. Шаруашылыққа мал өсіретін шаруашылықтарға тыныштық бермеді. Қазір ғой міне. Өзім ұлттық паркта жұмыс істегеннен кейін қазір ғой міне. Не таба алмаймыз қазір. Баланың санитариясы дейді қазір. Тазалық сақтайтын жұтқыш аңның біреу жаңа қасқыр дейміз де баланың бөрісі. Қазір балада өзіміз қорықшы болып істегеннен кейін қазір уже азайып кеткеннен кейін өзіміз қорғауға тырысып отырмыз қазір. Қазір міне дамыған заманның несіне бәрі жүрдек техникамен, ұшқы телефондармен хабарласып, рациямен хабарласып, соның күшімен қазір жойылып кетуге кетіп барады. Сондықтан қазір кішкене
жұмыс істеп жатыр қазір біздің. Мына көңіл бөліп жатыр кішкене. Рейдтік жұмыстарды көп жүргізіп жатыр. Сондықтан азайып кетті бұрынғыдай емес. Түсінікті. Ойдан ой шығады дейді жаңағы. Бір ойдан бір ойға келіп отырмыз. Бұл жерде жаңағы қасқыр деп айтпай қояйық, иә жаңағыдай. Бөрі деп айтайық жаңағы. Ит құс деп айтайық. Атын айтпаймыз ғой, қазақпыз ғой. Қасқыр тектес жаңағы. Бөрі тектес қазақпыз, көкжал тектес деп жатырмыз. Осындай көкжалдардың мекені деп айтуға болатын. Біздің ауылда көкжалды қолмен ұстайтын азаматтар шыққан. Соны да бір түртіп қойыңыздар өздеріңізге. Соның өзім естіп отқан, сізден естіп отырмын. Қазіргі жаңағы айтып отқан жүрдек техникалармен жаңағы даланың санитары деп отқан, қазір қорықшымыз деп түсініп отырмыз жаңағы. Біз оны қорғауға тиістіміз, иә. Соның жүрдек техникамен жаңағы снегоходтар ғой жаңағы қазір қолданатындар. Қазір атып алу деген бір 10-дап атып алу, 20-лап атып алу, жаңағы құр көрсе де бір 50-ін атып алып іліп қояды. Қоян көрсе де солай, иә. Бұл аңшылық емес. Тіпті бұл неге кетіп баратыр қазір бір қызығушылықта емес, бұл жай ғана сол күнгі фотоға түсу жаңағы. Ал сіздер кезінде қолмен тастадыңыздар соны, сол біздің ауылда осындай азаматтар бар, көкжалды қолмен ұстайтын үлкен. Біздің ауылда мықты жігіттер бар, Құдайға шүкір. Өздерінің артынан ертіп жатқан Нұралы сияқты інілеріміз бар, әкесін көрген. Баққан азаматтар бар, мықты біздің ауылдың азаматтары. Өзің де білесің, өзің де артында көп нәрселер қозғалмай жатыр, шәкірт тәрбиелеп жүрген азаматтың бірі өзіңсің. Оны біз айтайық, айтпайық енді. Өзің бір жан-бауыр деп сөйлейтін. Біздің ауылдағылар көп, Құдайға шүкір, өзіміз де ағалыққа келіп жатырмыз. Бірақ жан-бауыр деп айтатын өзіңсің. Мен өзі көптен бері байқап жүрмін. Қайсың болсын, қайсы бірің болсын, жан-бауыр деп сөйлеу. Ол бірде анау жігіттің қолынан келмейді. Сөзбен айту келмейді жан-бауыр деген сөзді. Бір жігіттік туралы, бір жастарға бір өнеге, бір сөзіңіз болса соны қорытындылайтын. Ауылға жаны ашыма, жаның ашысың деп айтасыз ба? Біз сіздің жаңа қазір әлеуметтік желі дамып кетті ғой. Сонда бір WhatsApp-та жазған сөздеріңізді естіп отырамыз. Бұл жаңағы эфирға да жаңағы айтылып жатқан азаматтарға да бір соңғы шәкірт тәрбиелеп отқан сіздей азаматтар аға болып отқан елге бір өз лебізіңізді білдіңіз. Жастарға да жаңағы өз қатар өз буыныңызға да тіпті сіздің сөзіңізді үлкендер де тыңдайды деп ойлаймын. Құрметті қауым, енді бұл жерде міне қорытынды келе отырғанда, бұл жерде енді көптеген өнерлі жігіттеріміз бар ғой біздің ауылдың. Соған қолдай көрсету керек. Қолдай көрсетіп, қолдай білейік. Бір-бірімізді жақсы жақтарымызды айта білу керек жастардың. Бұл жерде айта кетерлік жағдай, өзіміздің ауылымыз деп ат салып жүретін Мұрабек, Аман бауырларымызға міне көптен көп рахмет. Еріккеннің ісі емес қой, бұл кейбіреулер ойлайсыздар, еріккеннің ісі деп. Бұл жерде енді жақсы тағы жастар бар. Соларды қолдай отырып спонсорлық көмекті көрсетуге болады. Ақылдарыңызды айтуларыңызға болады. Жастар бар, соны көмектеріңіз ретінде сол жақсылықты келсейік, осында жастарға үлгі болайық, ұлттық спортымызды дамыта берейік. Жақсылық болсын, отанымыз тыныш болсын, үлкендеріміз аман болсын. Жақсы бір осылай аяқтайық. Әрине. Рахмет, көңіл бөліп тыңдағаныңызға. Кеткен екен да, Нұралы шығып Бақытжан ағамыз бола. Ана артынан келеді де, қазір шап беріп ұстап алғысы келеді. Шапаны да лақтырып көрген жаңа, көрдіңіз бе қалай? Бұны баққа салға мені жіберсе, баққа біреу жіберсе, ол көрмеу де, оны білмеу де мүмкін ғой.
осылай артынан келіп ұстап алып жүрмін. Бала болса да әкесінің жол қуып көріп келе жатыр, соны біліп келе жатыр. Жаңа бір шапанын шешіп лақтырып көрген, одан кейін ол құсты ұшпай қойды. Не келе жатыр, бұл камерадан енді алып қойғасын көрінбеуі де мүмкін. Аяғын тоңып қалды ма? Ұшып кетті ма дағы қар? Сокол ғой я, әлде жаңа қар шыға ма дағы? Құс байланбай қалды. Тоңқар ғой. Ай молодец, шапқада шығып жатырмыз. Өзіңіз ұлыңызды ертіп, әкеге қарап ұл өсер дейді ғой. Нұралы бауырымызды. Нұралы, неше оқисың? Қай мектепте оқисың? Қош Кемеңгеров атындағы жалпы орта білім беру мектебінің 9 сынып оқушысы. Қош Кемеңгеров мектебінде оқимын. 9 сынып. 14-те жасың, е? Енді сен де бұл өнерге әкене қарап келіп жатсың ғой, осы көргеннен, үйден көрген, әкеге көрген оғырынар дейді. Өзің қай кезден бастап осыған бір құмартуың жаңағы басталды өзі, бала кезінен ба, қай кездерде? Әкені деді, осыған үйрендеді ме? Біз де қуаныштымыз сенге азаматтар артымыз ауылда бір өнерді алып тұратын. Жаңа жігіттер айтып береді ғой, не деп? Ұлттық құндылықтарды сақтайық деп. Ұлттық құндылықты сақтау деген ұрпақты осылай тәрбиелеу деп те ойлаймыз, иә? Біз бәріміз. Ал бақытжан аға, міне құмай тазыларын көрсетіп жатыр, қазақтың құмай тазысы деп. Қазір мен сізге қойайын ба сұрақты Нұралы, әлде әкеге қойайын ба? Әкеге қойайын, иә? Бірінші құмай тазыларыңыз туралы айтып өттіңіз бақытжан аға. Ассалаумағалейкум. Бұл жерде енді рухани жаңғыру спорт түрлері бойынша мынау жастар дегендей өзіміздің қазақтың ата бабамыздан кеткен салтымыз ғой. Жеті қазына дейді, бұл жеті қазынаға жатады бұл құмай тазы деген. Осыны енді кейінгі жастарға ұрпаққа үлгі болсын деп осы қазақтың бұрынғы бабамыздан кеткен дәстүрді жоғалтпауға тырысамыз деп сол үміттеніп кетірміз. Жүйрік ат, құмай тазы міне. Құсымыз бар міне, қол өнеріміз бар деген сияқты. Осы міне қазақтың тазыларын дәріптеудеміз, жойылып кетпеудің айласы міне қазір шетелдіктер лицензия алып қоямыз деп жатыр біздің қазақтың тазыларын. Сол күшіктетеміз өзіміз міне, жақсы күшіктер шығарамыз. Сол бар. Кейінгі ұрпаққа осыны жоғалтпай жастарға үлгі болсын деген оймен пікіріміз. Көптен көп рахмет. Дұрыс қой, жастарға мына, кейінгі жастарға мына салбұрын деген өте керемет нәрсе ғой. Жастар көңіл бөледі. Қазақтың құмай тазысын қалай айтсам, құмай тазыны енді мынау дәріптеу дейді, осыдан жоғарылап осылай жас өспірімдер осылай бұл өнеріміз, ненімізді, мына ұлттық спортымызды дамыта берген ойдамыз енді. Енді біз де Бақытжан ағамыздың шеберханасына келдік. Шеберханасы өзінің тұратын үйінде орналасқан. Жеке бір бөлме арнап қойған екен шеберханаға. Бұл енді қол өнер. Қазақта қол өнер деген. Қазақта емес, басқа да елдерде бар ғой. Бізде қазақта ұлттық құндылықтарды дәріптеу үшін жаңағы ел екенімізді көрсету үшін де бір қол өнермен айналысқан екен бұрыннан ата бабамыз. Соның ішінде өзіңіз айтып отырасыз ғой, қазір жаңағы аттың әбзелдері, жаңағы кигіз үй, өздерінің тұрмысқа байланысты не керек болса, соның бәрін істеген шеберлер болған екен. Сіздің тағы бір қырыңыз Бақытжан аға. Жігітке жеті өнерді аз дейді ғой, жаңағы құмай тазыны ат жүгірттіңіз кезінде. Және одан басқа құстайсыз. Құс дегенде қыран. Мықтылық керек шығар. Сонымен бірге осы қол өнерді бірге алып жүрсіз. Енді қол өнері, қазақтың қол өнер салты дәстүрі бойынша өзіңіз бір әңгімелеп берсеңіз, көрермендерге де жаңағы бізді қарайды деген адамдарға бұл өте қызықты, жеке бір іс болып саналады деп ойлаймын. Өзіңіз бір айтып өтсеңіз.
Сауым міне. Қолөнерге тоқталып кетсек, бұл енді қолөнер деген адамның осы қолөнермен айналысып отырған бұға бір өзі бір ғанибет дейсіз ғой. ғанибет. Бір өзім отырып осы кішкентай шеберханамда отырып осымен уақытымды алданамын. Кейінгі жастарға осы қасымда ертіп көрсетем бірге шеберханада осы отырып жастарға шәкірттеріміз бар. Олардың жерден ата әбзелдері менің өзі қолөнерді өзі жарыстарға қатысып жүргенде де көрмелерге барғанда менің ата әбзелдері. Өзім жаңадан ата әбзелдерін істеймін. Екіншіден осы ескі көне ата әбзелдерін жаңартып, бір ұшымды, қол ұшым тиісін деп халыққа соны жаңартып, толықтырып берем. Жаңадан өзіміз бұндай әдемі сыйға беретін қамшылар істейміз. Жақсы. Енді қазір енді жақсы құралдар бар ғой қазір дамы. Бұндай машинкамыз бар міне, тізді етін. О да керемет нәрсе. Осындай бір бұйым дайынбыз міне, бізде қайыс міне, қайыс. Қайыс, осы қайыс міне, ең керемет нәрсе. Қайыспен міне ақырын ермек қылдып. Қайысты сатып аласыз ба, әлде бұрын қолдан істейді деп өзіңіз кәдімгідей терін илеп істейтін едіңіз ғой осы? Мен білетін бұрын бала кезімде. Қолдан істейтінбіз. Қазір мынау енді қазіргі уақытта алғызамыз. Алғызасыздар, иә, сатқызып. Болмай жатса қолдан иіп жүрдік нетіп. Я, ол да бір өнер ғой онда. Әрине. Сол енді осында кішкентай шеберханамызда осындай табақтарымызды балаларға көрсетіп істетеміз. Табақта істейсіз ба? Ат әбзелдерімізді істейміз мына жерде. Осында жерде ер-тұрман істейміз. Мынандай балталарымызды Балта да саптайсыз ба? Саптаймыз енді отырғаннан кейін керек нәрселерді шаруашылыққа мына мал шаруашылығында сіздерге көп керек бұйымдардың бәрін істей береміз. Түсінікті. Мынау көне жәдігер дейді. Көнеден келген бұрынғы қазақ елінің күміс айылбас дейді. Үзеңгінің. Бұл қайдан қолыңызға түсіп тұр қазір? Оны енді бұны жаңартамыз. Үлкен бабаларымыздан естелік көп. Соны жаңартып бәрін. Бұл сонда сіз тек өзіңіз жасаған емес, бұрынғы көне жәдігерлерді жаңартып тұрсыз ғой? Сол, енді көңіл бөліктің жағынан рахмет. Сізге де рахмет осы бар өнеріңізді дамытып артыңыздан шәкірт тәрбиелеп келе жатқаныңызға. Серлікті алып үрген, тіпті ауыл көлемінде демей-ақ қойын, аудан көлемінде бірден-бір азаматтың бірі өзіңізсіз. Құс дегенде бұл енді қыран құсты ұстау әр азаматтың қолынан келе бермес. Сол Бақытжан өзіңіз бір осы қыран құстарды қалай баптайсыз? Қалай қолға түсті демей-ақ қойын, бірақ қалай ұстап жүрсіз? Осыны машақаты көп жұмыс қой бұл да. Әрине. Бұнда да бұғы қалай істемек. Бұның бәрі еңбек қой, еңбек. Таза еңбек бұның бәрі. Ұлым екеміз енді кішкене. Лашын деген, көкдауыл деген құсымыз біз. Лашын тектес. Мынау құсымыз қаршыға деген құсымыз міне. Енді бұл жерде бізде бұның бәрін енді
уақыт бөліп еңбек табу керек. Бұған екінің бірінің қолынан келмейді. Еңбектену керек. Бұның бәрі ұлттық құндылығымыз енді бұны дәріптеу керек. Кейінгі ұрпаққа көңіл бөлуіміз керек. Үлгі болсын осы жастарымыз осындай айналысын осындай жақсы үлгі іспен қазақтың нақты сер жігіттер ғой, нақты батыр жігіттердің істері ғой бұның бәрі. Уақыттау алтын уақыттарын бөліп осындай жүйрік ат, құмай, тазы, қыран бір күттейтін қыран құсымыз бұның бәрі. Соның бәрі уақыттың еншісі дейді ғой, уақыттау осының бәріне көңіл бөлу керек. Бұның бәрі өзіміз үшін бар ғой, мен өз басым үшін бұл нәрсе мен жақсы бір осыны отылардың жанында отырып, бір өзімді бір жақсы сезініп, бір демалып қалам. Отылардың баптап, тамақтарын берем уақытылы. Құмай тазыларының, отылардың уақыттарын беріп, соның бәрі өзі бір ғанибетті уақыт, бір жақсы демалыс болып болады. Сосын шеберханама кірем. Шеберханама кіріп, жыбырлаған жұмыс істегенді мен өз басым жақсы көрем. Мынау енді түсіріп атсыз ғой, мынау енді аң аулағаны осы құстардың, айырғышы, мынау енді олжамызды салып алып кетеміз. Үш олжады. Бұны атауы қалай екен? Қай жаққа сізде қосылып отырсаңыз? Мынау міне айырғыш дейді. Айырғыш мынау. Аңға түскенде осынымен айырамыз. Аяқтар айқасып болады, содан жыртқыш аңдар қарсыласып салмау үшін деп мынаумен айырып жүреміз. Мынау ұлымдікі, мынау жарақаттанып қалды кеше, кішкене салбұрынға түскенбіз кішкене. Алғашқы қардай. Мынау өзі құсым міне, қаршыға. Анау аттар мен үйдің бәрі ат енді, ат жақсы көремін. Атпен айналысқаннан кейін. Орынды айғайша, қайттарса? Орынды ете түсер екен ғой, жаңағы біз... Көтер. Бұлай орып қойыңға, жеті деген сарын, қасиетті сан ғой, жеті деген сарын тұғыр сияқты болған өзім. Міне енді қарай, айғайла, жақында, орынды. Ой. Міне Бақытжан ағамыз тұғырда жеті деген сан, қазақтың қасиетті жеті деген санын өзі жасап қойған екен. Мынандай артында өзінің ұлы тәрбиеленіп келеді. Ертең біз айтамыз ғой жаңағы, қазақпыз, ұлттық құндылықтар деп айтамыз. Ұлттық құндылық деген осындай артымызда еркіп келе жатқан ұрпақ емес пе? Осы азаматтар бар болса, осыны құс баптау, құмай тазы жүгірту, жаңағы ат баптау деген, ат жүгірту деген осы азаматтардың артымызда біз Жұматжанин ауылы деген азаматтар, Жұматжанин ауылынан тудық деген біз мақтанамыз. Осындай ұрпақ ізін жалғастырып келе жатқан артымызда бауырларымыз барын. Ал Нұрал, қолыңызды көтеріп қойыңыз. Нұрал Бақытжанұлы. Құмарған бас күнден салмай, қыран әуен шыңнан самғай, алаш сүйсе арман бар ма, ақан сері бір жан салдай. Алаш сүйсе арман бар ма, ақан сері бір жан салдай. Сегізсері нар бабамыз, егізсері жан боламыз. Жаяу мұса болмасақ та, қара жаяу қалмағанбыз. Жаяу мұса болмасақ та, қара жаяу қалмағанбыз. Еркелетер елім бар, ерім байтақ жерім бар. Ел аралы дендеші, еркін жүрер жөнім бар.
Еркелік кешегім бар, елден артқан сенім бар. Сеніміңді ақтасын, сен көтерген серулдар. Мәди салған жүрмін ізге, балуан шолақ құнды бізге. Иман жүсіп идеалым, үкілі бұрай үлгі бізге. Иман жүсіп идеалым, үкілі бұрай үлгі бізге. Біз бүгінгі сал серіміз, әсеттердей әншеріміз. Есерлікке ұласпайды, еркелете ал сеніміз. Есерлікке ұласпайды, еркелете ал сеніміз. Еркелетер елім бар, ерем байтақ жерім бар. Ел аралап ендеше, еркін жүрер жөнім бар. Еркелікке шегім бар, елден артқан сенім бар. Сеніміңді ақтасын, сен көтерген серулдар. Еркелетер елім бар, ерем байтақ жерім бар. Ел аралап ендеше, еркін жүрер жөнім бар. Еркелікке шегім бар, елден артқан сенім бар. Сеніміңді ақтасын, сен көтерген серулдар.